Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Зе Құлымбет. Видеома қош келдіңіздер. Бүгін Алим Трейдтің верификация жайлы сіздерге толық ақпарат бере кетемін. Маған көптеген сұрақтарыңызды қойып жатсыздар. Қалай толтырсам болады, Халық банкпен бола ма, немесе басқа банк, немесе верификацияны қалай өтемін, қандай документтер сұрайды. Достар, былай, пошагово. Ең бірінші сіздер регистрация жасайсыздар, то есть мысалы астына ссылкасын қоямын, ссылкамен өтіп регистрация жасаған кезде сіздерден верификация сұрамайды. Шын айтайын, маған менен верификация осы 2 жылдан кейін бірақ сұрады. Осы бір аптаның ішінде көлемінде маған менен верификация сұрады. Қандай документтер менен сұрады да. Ең бірінші сіздің селфиіңіз керек. Селфи керек, там өзіңіз түсіресіз, оны енді бәріңіз жасай аласыздар. Одан кейін паспорттың суреті керек. Кәдімгідей оны тоже түсіресіздер. Паспорт болмаса удостоверение тоже. Бірақ мен паспортым бар, мен паспортым түсіріп жібердім. Одан кейін мысалы сіздер Алим Трейд өзіңіздің личный кабинеттің шотыңызды қандай бұған дейін қандай нелермен толтырдыңыз, то есть веб-маниймен, там биткоин немесе банковский картамен, соның бәрін растайсыздар достар. Сол себепті рекомендация әртүрлі банктермен қолдана бермеңіздер. Тек қана өзіңіздің банктың, өзіңіздің картаңыз, өзіңіздің айтқанда күнде қолданып жүрген карточкаңызбен толтырсаңыз болады. Менде кішкене бір қиындық туындап қалды. Мысалы, мен бұрында Астана банкпен толтырғанмын. Өзіңіз білесіз, қазір Астана банк істемейді, жабылып қалған да 2 жыл бұрын. Астана банкпен толтырғам, одан кейін срок өтіп кеткен Казкоммен толтырғам, бұрында Халық банк ескі карточкаларымен толтырғам, әртүрлі карточкамен толтырғам. Соның бәрін маған айтқанда кішкене қуанышқа орай ол старый карталарым менде бар. То есть мен айтқанда картаны мысалы срок өтсе, мен картаны лақтырмаймын, оны жинап отырамын. Менде қазір қателеспесем бір 10 шақты карточка бар шығар. Арасында срок өткендерде, арасында қолданылып жүргендерде карточкаңызды ешқашан лақтырмаңыздар да. Себебі оның суретін сұрайды, то есть сіз оны суретке түсіріп жібересіздер. Астана банктың тоже карточкасы бар. Мен бірақ жаздым, типа бізде Астана банк істемейді, анау сөйтіп оларға тоже не істедім. Одан кейін сөйтіп не істейсіздер. Веб-манийді мен қалай айтсам екен, веб-манийді мен личный кабинеттің суретке түсіріп жібердім. Кәдімгі ат жөнімді мен сөйтіп түсіріп жібердім суретке. Аяқта верификация өткен кезде жазылып тұрады, қалай суретке түсіру керек деген секілді. Егер тым түсінбесеңіздер, там служба поддержкасы бар, сол служба поддержкасынан сұрасаңыздар болады. Одан кейін документ, үйдің адресі, то есть пропискаларыңызды жібересіздер. Менде прописка жіберген кезде мен не бар, менде справка об инвалидности деген соның несін жібердім. Ол жақта менің адресім бәрі жазылып тұр, там үйдің адресі, соны жібердім, оны қабылдады. Сөйтіп мен қанша документ жібердім да? Бірінші документ пропискаңыз, үйдің адресі солар, екінші селфи, үшінші банковский карталарыңызды не істейсіздер, типа қай банк, қай немен толтырыңыз, соның бәрін дәлелдеу керексіз, сол сіздікі деп, сіздікі болады, сіздің аты жөніңіз жазылып тұру керек та карточканың сыртында. Мысалы Home банкте, кстати, ұмытып кеттім, Home карт қазір менде жанымда жоқ ау деймін. Home банкте қазір көрсетейін даже. Мысалы Home банкте аты жөніңіз жазылмайды. Так, жауып тұрайын кішкене былай. Так, ладно, былай істеп тұрайын. Міне Home банк. Home банкте мысалы астында, мына жөнінде мысалы менің аты жөнім жазылып тұрмайды, то есть Құлымбет Абзал деп жазылып тұрмайды. Бұл жерде қазір Home кредит карт деп жазылып тұрады. Сол жерде маған кішкене қиындық туды, то есть осы мен суретке түсіріп жібердім да, Home карт нені маған қиындық туындады, маған айтты, сенің аты жөнің жазылып тұрған жоқ, так что осыны дәлелде деді. Қуанышқа орай мен карточка ашқан кезде, сіздер білесіздер, кез келген карта ашқан кезде сіздерге договор береді. Кішкентай договор, сол договорды тоже сақтап жүріңіздер. Мен арнайы файлға бүкіл договорларды жинап отырамын. Так что документті ешқашан лақтырмаңыздар. Хоть 10 жыл өтсін, хоть 5 жыл өтсін, документті жинап отырыңыздар, достар. Сөйтіп маған керек болып қалды. Сол договорда мен аты жөнім жазылып тұр, карточкам есі жазылып тұр. Сөйтіп договордың үстіне карточкамды қойып, сөйтіп түсіріп жібердім. Сөйтіп мен верификацияны толық өттім. Так, мен үшеуін айттым ғой да.
прописка, селфи, банковский карта, так одан кейін төртіншісі қандай еді бағана? Мен төртіншісін қазір есіме түспей қалды тоже. Селфи бар, прописканы жасадым. Документ, иә. Паспорт, сол төртеу, иә. Пропискаларыңызды жібересіздер. Адресной справканы қазір алып тастадық Қазақстанда. Басқа да бір варианттар қарау керек енді, мысалы сіздерде больничный бір нәрселер болса, немесе адресіңіз толық жазылып тұрған документ болса, вот соны жіберіңіз, содан өту керек. Прописка, селфи, паспорт, одан кейін банковский карта. Вот верификация сол төртеуін сұрайды. Соны жібересіздер, өтесіздер. Өткен кезде маған 2 ай уақыт берді, то есть мен басында байқамадым, маған смс, почтама смс келді, типа верификация өтуге сізде 2 ай уақыт бар деген секілді. Мен өттім, міне қазір көріп отқан шығарсыздар, уже нормально бәрі. Мына менде басында не шығып тұрған, бір леп белгісі шығып тұрған, өкінішке орай мен оны түсірмеппін. Вообще верификация кезінде мен видеоны түсіру керек еді, бірақ түсірмедім. Статус старта деп тұр менде. Бәрін өттім, бәрі нормально болды. Мен кез келген уақытта счетымды шығарып, счетымды алып не істеймін. Кстати, верификация өтпеген болсаңыздар, айтқанда не переживайте, достар. Менің 2-3 жыл вообще верификация сұраған жоқ. Мен даже болған, мен 60.000-70 мың рубльға дейін счет көтерген кезде, то есть 300-400 мың теңгеге дейін оборот жасаған кезде менен вообще ондай сұрамаған, верификация өт деп. Вот соңғы кезде осы 3-4 жылдан кейін сұрап тұр. Байқалай нормально. Егер сіздер жаңадан ашсаңыздар, егер сіздерден сұрамаса, нормально ол. Сондай, достар, верификация. Одан кейін так келесі сұрақтарыңыз қойғасыздар. Там Халық банктен толтырса бола ма, достар? Иә, толтырса болады. Кәдімгі дебетовый счет бар ғой, мысалы сіздер банкке барып карточка ашасыздар да, вот сол карточкаңызды карточка арқылы толтырсаңыздар болады. Мен өзім мысалы Каспий Голдпен толтырғам. Одан кейін сол Астана банкпен, Халық банкпен толтырғам, Каспий Голд, Хоум банк кредитпен толтырғам. Бәрі нормально да. Андай қорықпаңыз, арт жағында 3 нөмірін сұрап жатыр, анау деген, ол жағын бәрі нормально, достар. Ешқандай бір ондай левый движение жоқ, кәдімгі бұл официант тіркелген компания, қорықпай карточкаңызды енгізсеңіздер болады. Сонымен, достар, сұрақтарыңызға толығымен жауап бердім деп ойлаймын. Бүгін енді мен сделка жасамай қоямын деп ойладым, бірақ сіздер үшін бір сделка жасамаймын. Қазір мен пока новостьлерді қараған жоқпын, телефонға зарядкасы бітейін деп жатыр. Видеоны бүгін шығару керек, себебі адамдардың көп сұрақтарын қойып жатыр. Достар, қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий астына қойып отырыңыздар. Қорықпай қоя беріңіздер. Мен солған арнап тағы видео түсіріп отырамын. 21 мен Шымкентке кетемін, то есть Сарыағашқа демалуға анамен. Так что мен бірнеше видеоларды жазып алынып дайындап қоямын, чтобы мен Сарыағашта жүрген кезде видеолар каналда шығып отыратындай запланированный выпускпен шығарып жасап қоямын. Так что сондай жаңалық. Сонымен, достар, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып отырыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп отырыңыздар. Сіздерден болған Зе Құлымбет, барлығымызға табысты күндеріміз көп болсын. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сіздерден болған Зе Құлымбет.